Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын слезы ангела пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ұнға разрыхителді қосып араластырамыз. Ұнымызды сары майымызға қосып отырып үгітінді жасаймыз. Енді үстіне құмшекер саламыз. Бір жұмыртқаның сарыуызын және қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырды табаға шет-шетіне жақсылап жайып шығамыз. Енді пирогтың сүзбелі салмасын дайындаймыз. Сүзбеміздің үстіне 3 жұмыртқаның сарыуызын, құмшекер мен қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнтақ жармасын қосып араластырамыз. Осымен біздің сүзбелі салмамыз дайын. Салмамызды қамырымыздың үстіне салып 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пирог пісіп жатқан уақытта 4 жұмыртқаның ақуызына құмшекерді қосып отырып миксерлейміз. Біздің ақуызды миксерлеп жатқан ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Меренгамыз дайын болды. Төңкерген кезде ақпай өз формасын ұстап тұру керек. Пирогымыз пісті. Енді үстіне меренгамызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 5-10 минут тағы да пісіріп аламыз. Піскен соң бетіне карамельді тамшылар таму үшін ыдыспен жауып қоямыз. Өте дәмді, нәзік болып шығатын слезы ангела пирогымыз дайын. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер.